Ассалаумалейкум, құрметті достар, құрметті қазақ елі. Бүгін бізде алғашқы подкаст Важакстай. Бүгінгі біздің алғашқы қонақтарымыздың бірі Еркебұлан Тоқтар. Және де қазақ ММА-сына үлкен өзінің септігін тиіп жүрген, өзінің жекпе-жектерімен қазақ халқын сүйсіндіріп жүрген жауынгер Жасұлан Акимжан. Және де өзіміздің ініміз, сөз сізде. Ребек Ерлан. Сонымен қош келдіңдер жігіттер. Рахмет. Бүгінгі алғашқы түсірілім, алғашқы подкаст. Рахмет үлкен құрмет жасап келіп отқандарыңа. Жалпы жағдайларыңыз қалай? Еркебұлан, сізге толықтырып. Шүкір Аллаға. Күресіп отырмын қазір. Күресіп отыр ма? Үй іші бәрі аман есен? Үй іші бәрі жақсы, бірақ күресіп отырмын. Жаңағы сол ғана ма? Тек қана күресу дейсің ғой. Дайындық. Былай отырамын строго. Или былай. Жасұлан, өзің жағдайың қалай? Зор ғой жағдай. Не жаңалықтар болып отыр қазір таңда? Қазір бойға дайындалып отырық, бірақ бой жоқ пока. Оған салып кетті. Оған кейін тоқтала кетерміз. Біз жалпы көп адамдар естіп жатырмыз. Жасұлан Акимжан осы Алматы қаласына көшіп келді деген рас па? Уақытша. Уақытша? Уақытша ма білім. Тұрып жатыр болсын деп. Қазіргі таңда қай жерде жаттығулар жүріп жатыр? Трюм файт залында жүрмін қазір. Трюм файт залында. Өте керемет. Бірге жаттығып жатсыңдар, Еркебұлан екеуің. Иә. Дайындықтарыңыз қалай? Еркебұлан, алдағы бойларға. Мен дайынмын. Әрқашан дайын. Дайын сияқтымын же, былай, по ощущениям. Қандай күшті болып жүрміз. Білеміз ғой, Еркебұлан, сен мен өзім білем, файт клабқа барасың, балалармен жасайтын, немесе Әлішердің қолда жұмыс істейтін болады. Қазіргі таңда трюм файттың уровені қандай балалардың? Өзіңе? Енді мен бұл уақытқа дейін андай болды ғой. Съемка бітеді, мысалы, ол 11-де бітеді, 10-да бітеді. Мен Әлішерге звондаймын да, Әліш, давай тренировка істеп алайық. Ол кезде балалар жоқ уже залда, парға тұратын балалар жоқ. Ешкім бәрі 8-де, 9-да уже тренировкаларын бітіріп қайтып кетеді. И сондай тренировкалар болды да осы уақытқа дейін. Ол жерде съемкамен қатар болды, мен почти бүкіл бойларым бәрі съемка бітеді, 2 күннен кейін төбелес. Сондай болды. И қазір съемка жоқ, қазір спокойно. Уже, кешкі сағат 6-да, 5-де барып тренировка істей беруге болады. Еще парда мықты жігіттермен істеп жатырмын, андай. Не ғой негізі, жалғыз өзің әшейін лапыра берсең, ештеңе шықпайды ғой. Бірге балалармен істегеннен кейін өсіп жатырмын. Қайт өсіп жатырсың? Көрініп отыр. Инста парақшасынан қарап отыр, бәріміз білеміз. Сен анау кішкене жастарға мотивация болсын деп, үлгі болсын деп, Голливудқа барып келгенді айтсаң. Голливудқа бізде Турцияда съемка болды. Съемка біткеннен кейін мен сразу Турциядан Голливудқа ұшып келдім. Ол жақта енді ұзағырақ болғым келді, бірақ негізі 3 күн болды съемкам. Сол периодқа 3 күн съемка болды. Енді февральда болу керек болған. Февральда? Съемкам жалғасы. Бірақ оны жылжыттым мен, дайындалам, анау-мынау деп. 3 күнге барып келдім. 4-ші күн өзім кішкене қыдырдым. Сонымен қайту керек болды. Қайттан жаңағы Турциядағы съемканың Қазақстанда жалғасы болды. Сол үшін мен қайтып келдім. Ол қандай фильм болды ол жақта? Пока оны айтуға болмайды. Вообще андай не да? Договорда бар. Айтуға болмайды. Атын, несін, не жайлы. Біздік сияқты емес қой, типа бізде түсіп аласың, аяғынан өліп қалады дейсің. Уақытта ондай жоқ. Қызық болсын. Айтуға болмайды деген не бар, шарт бар. Бірақ қызық болды. Көндіруге болмайды деген болмай ма? Көндіруге де болмайды. Болмай ма ешқашан? Айырмашылығы қандай екен дәрежелері? Енді мен мысалы барып ол жақтың Warner Brothers'ына түсіп келген жоқпын мысалы. Или вообще Ашим Brothers'ына түсіп келген жоқпын деген сияқты. Warner Brothers там Universal Pictures оларға түскен жоқпын. Оларда енді олардың студияларына барып көрдім. Ол жақта енді уровень вообще бөлік. Бірақ обычный кинолар түсіріп жүрген. Олар енді не біздік сияқты. Даже біздікілер қатты жұмыс істейтін сияқты. Біздікілер пахыр. Мысалы, съемкада жүрген біздің қазақтар пахыр вообще андай бір жерде біреу бүйтіп отырып жұмыс істегісі келмей отырған адам көрмейсің бізде.
Бізде бәрі өзінің жұмысын жақсы көреді. Светиктар мысалға свет қойып, өзі азартпен қояды. Операторлар күшті кадрлар алғысы келіп жүреді. Сондай пахырлар да. Даже бір ондай пахыр көрген жоқпын мен ол жерде. Бәрі просто ақшаға жұмыс істеп жүр. Сондай айырмашылық байқадым. Енді ол жақта да енді ол жаққа бара салып сразу ана жоғары жағында емес. Мен де мысалы Қазақстанда төмен жақтан бастадым ғой. Барған кезде сол Голливудтың төмен жағын көрдім да. И ойланып қалдым, блин, мына жаққа келсең қайтадан бәрін бастан бастау керек шығар. Иә, дайын тұрған ешнәрсе жоқ. Ол жерде де бәрі еңбекпен келеді. Біздің бір бауырымыз айтқанда Астанаға бір пакетпен бардым деп. Қазір ол 2 пакет деп. Сол сияқты бауырым. Айырмашылығы жалпы бәріне белгілі. Ол Америка. Өйткені ол жақта мүмкіндік көп та. Бірақ енді еңбек бағаланады ол жақта, иә. Еңбек жақсы көп төленеді. Намного көп деп айтқан жоқ, айта алмаймын. Бірақ енді менің райдерыма көп ақшалар кетіп қалды. Мен потому что съемкадан шығам, шаршап тұрмын дедім. Маған бизнесқа салып беріңдер дедім. 16 сағат ұшам, мен жатып барым керек. И билеттердің өзіне 4 миллион теңге кетіп қалды оларға. Сосын проживание мен типа мына жерде Universal Pictures'ın студиясына түсіруіміз керек болды ертесі күні. И Universal'дың прям өзінде отелі бар. И мен айттым, сол отельде жатайын. Типа ертең шығамда сразу кіріп кете саламын. И отельде ол жерде қымбатты Universal'да. И даже андай витпен аламын деп. Короче, біраз не қылдым мен. Мына жақта көрсетемін, мінезімді ана жақта көрсетемін. Кино демекші мен бір сұрағым бар да. Примеру, кино түсірілсе, ол шығу керек па, или қалай шықпай қалуы да мүмкін ба? Тот раз ПВЕ медиа деген Ақтауға келіп съемка жасап, вот следующая остановка мечта деген. Ішіне мен түсіп, мен оны неше жыл болды уже, 1 жыл жарым болды. Әлі күтіп жүрмін. Қашан болады бұл кино? Просто киноны түсірген кезде түсірілімге ақшасы бар да адамдардың. Түсіріп алады да, ол 50% жұмыстың 50%. Ары қарай сен монтаждайсың оны, бояйсың. В общем, жұмыс өте көп ары қарай. Жазсам ату жазбайды уже ма бар ғой. Соны істеуге ақша жоқ болып қалады көбінде. Или киносы дайын тұрады, премьераға ары қарай шығаруға ақшасы жоқ. А оны ютубқа шығара салмайды ол кино. Соның мысалға Еркебұланға таң қаламын, жалпы мен боймен не араластырып жүр ғой. Соның ішінде мысалы мен түстім, бір какой-то 2 отрывок 5 минуттық 300 ішінде жазылып тұрған. 12 сағат құрттым ғой, прикинь. 12 сағат, иә. Кешкі 6-та кірдім, таңертең 6-та шықтым. Келесі шоу бар ғой. Бір шет жақта бір машина тұрып жарылып кетеді ғой, соның ішінде отыратын ролиға. Тез шығатсың. Ондай рөлдер ғой. Роллер болса шығарсаң, қатқанеге массовкаға. Олдыр одно смелый любой. Массовка туда-сюда. Борцовканы киіп кел, бірақ. Қатты өлесетін деш. Латина киіп ал. Қатты өлесетін. Иә, керемет. Көп қызықтырып жүрген сұрақтардың бірі болатын. Осы Голливудқа барып, Еркебұлан істеп келді. Енді тағы да бір қызықты сұрақтардың бірі, сенің спорттық карьеріңдағы жаулардың бірі десек те болады. Әділханмен не болады өзі? Одилханмен бұйырса енді ол жігіт октагонға кірсе, есік жабылса деп отырмын, болды. Басқа. Потому что өткен жолы бірінші бойда ол мен сары шашпен шығып кетемін ғой бір бойға. Сол кезде мен сонымен шығу керек болам. И ол формамды қарады ма, әйтеуір өзі бір қуы, короче. Секіріп кетті да. Сосын маған жаңа Азербайжан істі берді. Азербайжан істі. Хорошо, ол рекорды 2-0 болып келе жатқан. 2 досрочный. Жаңа баспен тебетін, аяқпен тебетін басынан. Жоқ, ол емес. Астынан апперкот ұрған, мұрнынан ұрған кезде. Сары шашпен шықтым ғой. Иә. И одан кейін мен наматқа дайындалып жүрген кезде, наматқа 2 апта қалған кезде анау шығады ғой, короче, сумаңдап. Шығасың ба деп. Давай нас, смело. Мен вообще в упор көрмегенмін ол кезде. Жұман бірінші жекпе-жекті көрдің бе сен? Мен бақыладым, например, бірінші жекпе-жек полный. Нешінші раундта бітті ол? Жоқ. Адилханмен. Ол 3-ші раундтың аяғында где-то 1 минут па, 1,5 минут қалған кезде. Бітті да? Бітті, аға. Бітіре салдым ғой мен. 2 раунд ұрып келді да. Бір сұрақ саған, Адилхан алдында әңгіме шықты, то, что соперниктеріне ақша береді, туда-сюда отылып қалу үшін. Саған бірінші бойда
андай ұсыныс болған жоқ. Олда маған беретін ақша жоқ ондай. Оның қалтасында ақшасымен қызықтырмайды ол. Кобальтпен жүр ма, немен жүр ма? Не бір сондай машина. Бірақ ондай адамның ақшасын қалтасында ақша типа ол маған қалай береді, бірақ типа $100 бере салмайды ғой мысалы. $100-ға мен барып ұтыла салмаймын ғой. Жоқ, тот раз сол айқай болды, Ол Камилмен бой там ақшасы. Ол адам, адамдар енді танымайды ғой, көрмеген да. Сырттан көреді, Инстаграмнан көреді, құда қолиса, Аллаға шүкір, бірдеңе, анау деген әңгімелер айтып жүреді да. Адамдар жақсы деп ойлайды да оны. Ол на самом деле ол страшно қорқақ ол ше. И камерада басқа, өмірде басқа да, соған мен ашуым шығады да. Типа андай кеше мен видео шықты ғой анау. Попроще өтіш дегенші. Нервым алып кетті, потому что бүйтіп отырып, құда қолиса, наказаниеңді беремін, бірдеңе деп отыр да. А бірақ камера өшіп қалса, ака, ассалаумалейкум, сондай да. Соған нервым ауырады да. Мысалы, как есть болса, сыртта да, мен оны ұрып жібермеймін ғой көшеде. По-любому. Сыртта да наказың берем деп тұрса, онда базар жоқ, мен уважать етінем да оны. А былай бүйтіп камераға бір кеп, былай сөйлейді. Камераға жестко ойнайды дейсің. Ана жақта бір сөйлейді, Камилға ұтылып қалуға қорқып, ақша беріп, ақша берген да, $6 ма? $6 бергісі келген. Камил байқұс алмайым деген оны. Алмасаң онда Адилхон шықпайды деген, короче. Вес жасамады, травма деп шығармай қойсам, сонымен, короче. Анау төбелесі келіп тұрған адам нешкі. Сөйтті да бұл, давай дейді да, $3000 алады да, барып сразу руководствоға барады да. Мынау маған беріп тұр, не істейміз? Давай үндемей төбелесе бер, ертең шығарамыз. Шындықтың бәрін ашамыз. Мака, қазір шындықты ашып берсек, бой болмай қалады. Сол бойды кім ұтқан болып соны алды? Қол сынып кетті. Жоқ, иә, қол сынып. No contest па No contest болды. Пайде, анау енді жағы ақша бермесе, анаған. Анау победа беретін еді анаған. Просто анау уже ақша бергеннен кейін алып қойды. Понятно. Ол, блядь, жылап ана жерде. Бір олимпиада ұтқан. Камераға келген кезде өз-өзіңе сұрақ қоймайсың ба, ол актер ма, мен актер ма? Жоқ, ол нашар актер. Потому что көріп тұр да, анау ойнай алмай атқаны. Нашар актер. Актер болғысы келеді бірақ. Мен алдында көргенмін осы октагонда как раз Еркебұлан қасына келіп сол жерде таныстық. Face to face болып. Мен қызық болды. Жестко айттың. Намыс жоқ па да деймін. Мен ана несін қойып алғым келді да. Ертең секірген кезде халыққа айтатын, мен айттым ғой сендерге. Потому что секіріп кетті 70%. О бойға 2 минут қалғанда ішім ауырды деп шықпай қоя салуы мүмкін. Енді Адилхан мынаны көріп отырса шығатын шығар құрсын, мынаның сөздерінен кейін. Оған бәрібір братан, оған сөйлей бер да даже, опускать ете бер да. Шықпай қоя салады оған бәрібір. Ол рухта төбелесті да, шатаспасам, соңғы бойын. Рухта, бір блогермен тая жеттім түрі. То мен вообще таный алмадым. Обязанностьтар болды ма рухтың алдында, мен де естігем ол жағдай. Төбелеспесе, басқа мүмкіндіктер болмады, сол үшін ол жерде төбелесті ол. По контракту. Енді алдағы уақытта қазір дайындық жайлы айтып өтті Еркебұлан мысалы. Триумф файтта не бір мықты жігіттер жүр ғой. Айта кететін болса осы кеше ғана, күні кеше ғана Бекзат Әлмахан. Тағы да бір қазақ, мысалы UFC жауынгері атанды. Енді Еркебұланның дайындығы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қорқытпаңдар ана. Оған бір дәлел. Жасұлан Акимжан да қазір осы Алматы қаласында, осында қазір Триумф файт клубында жаттығу жасап жатыр. Өз ойыңда, бауырым, алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Қандай жекпе-жектер күтеміз сенен? Әрине, Поньеге қарсы ол жекпе-жекті сен күтіп жүрген бәріміз білеміз. Сен ғана емес, бәріміз сол. Мен өйткені сол жекпе-жекті Астанада мен болдым. Қарадым жекпе-жек барысында. Бір сәт моменттер болды, жүрмеген. Енді соған тоқтала кетсек, бауырым. Бағана мен дайындық кезінде, короче, соңғы 10 күн болды, весовонка. Сол кезде спатқа кетіп қалды, негіз формамыз. Енді ойладым, бойға дейін қайтты орнына келеді деп. Вес қуып жүрдім, сол мен денсаулығым сыр бере бастады, вес қума деді, короче. Врачпен сөйлестім, вес қума деді. Қазір сенде иммунитет түсіп кетті деді. Сен вообще хуже істейсің деді. Мен хорошо, весім 73-74 болып жүрді. Мен айттым, осы қандай весім бар, сондаған шығайым дедім да. Ана айттым, бұл 73-ке шығыңдар онда деді. 73, мен 66-ға төбелесіп жүрген балам ғой. 73 маған ауыр болды да біріншіден. Вес қумадым, өйткені қума деді. Иммунитет түсіп кеткен. 73-ке шықтық.
и день бойы ұйқыдан тұрам, грипповать етіп тұрам, температура бәрі. Уже секіріп кетуге ұят қой, қанша адамдар кеп тұр мен. Қойма намыс бар да, короче. Мобилхан. Секіріп кеткім келмеді, ойладым, қазір бойға шығам, как обычно. Өтіп кете саламын. Ашылам, бойда бәрі басқаша ғой енді. Шықтым, істеп алады, бір рет ұрам, қолым кетіп қалады. Қолымда ұртып аламын, ұрамай қаламын оң қолымен. Жарайды, бірен салып, істеп жүрмін, бірақ жүрмейді, қол аяқ жүрмейді бар ғой өзім. Не то сездім уже сразу, күреске кірем, күшім жоқ. Бәрі кішкене енді ауырып шыққаннан ба, білмеймін да, енді бұйырмай тұр да. Сөйтіп до конца төбелес шығайын дедім мен уже. Может, күреске кіріп көрдім, волейбол ұстадым, уақыт жетпей қалды мысалға да. Екінші рет кірейін десем, уже күшім жоқ. Сонымен жаман ішім ашыды. Бойдан кейін сразу айттым, мен реванш аламын одан по-любому деп. Сөйттім де, қазір реванш сұрап жатыр мысалғыш. Басында бермей жүрді, енді Нұрбек аға енді реванш береміз деді. Бірақ енді планы келіспей жатыр да. Оразадан кейін деп. Мен оразаға дейін төбелесіп алғым келіпті. Енді көреміз, Құдай қаласа. Қазір менде контракт наши деламен бар. И жақында американский бір лигамен контрактқа отырдым. Виза, сол виза шешілсе, визаға американецтер өздері жұмыс істеп жатыр, рабочий визаға. Егер шешілсе, сол жақ болмаса, әйтеуір бір оразаға дейін бір бой өткізу керек, Құдай қаласа. Мақсат бір бой өткізу алдағы уақытта. Оразаға дейін. Жасик, сен даже өз гонорарыңды ұсындың, Мен айттым, мен гонорарымды панеге бердіңдер. Маған ештеңе керек жоқ. Ақша керек емес пе саған? Ақша любой адамға керек қой. Бірақ бұл жерде ақшаны артынан қоламаймын да мен. Мен Найзада 2 рет төбелестім, мен Найзада 1 рет болсын гонорар сұрамағам да. Маған неде? Россияда, мысалы, гонорар намного больше береді да Найзаға қарағанда. Мен просто гонорар үшін шыққан жоқпын Найзаға 2 реттеш. 1 рет простой болды, сол өйстіп шықтым. Екінші рет Астанада болған үшін наши деланы отказ беріп, Астанада болған картқа шықтым да специально. Ол ақша любой адамға керек та, ақшаны артынан қолап жүрсек жүре береміз. Просто кішкене атқа жұмыс істеу керек, өзіміздің амбиция бар. Найза деген өзіме ұнайды бар ғой. Иә, сөздің аузында мынандай мәселе болып тұр ғой, ол Жасик оны ұталатынын көрсеткісі келіп тұр да. Иә, ол көрсеткеннен бұрын өз-өзіме дәлелдегім келіп тұр. Иә, сол ғой. Өз-өзімнің алдындашы. Ертең күні, мысалы, жүрмін да тренировкада бір нәрсе есіме түсіп кетсе жынданамын да. Соны ертең күні Бойдан кейін камерамен барып тұрмын ғой Жасикке. Айтады, мен битіме ұрмап көрмеппін дейді. Қанша бой өткіздім осы мысалы 13-ші бойым болды. 12 бойда, 13-ші бойда алдық қой ұрын. 12 бойда үйтіп басыма ондай удар алмаған шығармын деп ойлаймын. Көрдім мен. Комментатор болып отырдым. Ананы алып келіп сеткаға тақаған кезде басым бетет жүрмей жатыр дейді, маған көрсетіп отыр. Бірақ енді соққылары Джеффін үлгере алмады көбінесе Жасик. Өйткені травма болды, сечік болды, соның кесілердің бәрі болды. Есіме түсіп кетті ғой. Осы момент менде всегда бойға шыққан кезде, егер бұрынғы бойларымды көрсем байқасан, менде взрывной күш болатын да всегда. Қазір де Құдай шүкір тұр орында. Именно сол бойда жоқ болды да, взрывной күш, внутренний күш болмады да. И скоростьім де болмады соған кездерден. Дергіп кетем, ұрайын десем, уже жете алмаймын да өзім, скоростьім жоқ, күшім жоқ, ұрсам да ударым жоқ. Соның бәрі білмеймін енді. Бірнәрсе болды. Өзім түсінбедім. Иә, сол ғой. Анализ тапсырдым бойдан кейінші. Анализдерім бәрі кішкене нашар болып шықты да. Сол да енді қазір мен басқаша жұмыс істеп жатырмын да. Мен ай сайын анализдер тапсырамын қазірші. Қарап медициналық жағынан қарап тексеріп отырамын да. Мен анализім түсіп кетті ма, көтеріліп кетті ма, бәрін ровно ұстап жүріп, аккуратно дайындалу керек екен да. Біз деген бұрыннан бері мен қазақбайшылыққа салып, витамин как попало ішіп, ішсем, ішпесем, ішпеймін да, мысалы. Сөйтіп дайындалсам, ол болмайды екен да. Бізден де артымызда қаншама балалар өсіп келе жатыр. Бірінші очередь сол медициналық жағынан қарап жүру керек екен да. Денсаулық мысалы. Возраст келген сайын әсер береді екен. Бұрында жастықпен ұра беретін едік қой. Дұрыс айтасыз. Сен жасың нешеде? 27-ге келіп отыр. 27. Жұман ағамыз қалай жүр дейді. Бұл кісілер тау адамдары ғой. Мотивация ғой, әркімде әрқалай ғой. Түсініп отырсың ба? Біреу мысалы спорттан алады, біреу өмірден алады. Сол секілді ең бастысы жүректегі лапыл ғой, от сөнбейінше ұра беру керек, мен сөзін шыны керек. Құлақ сынса да главный сақсын болу керек. Сағын сынбасын деп хит болып кетті сол. Я енді төбет Диастың командасында, Жасик, қанша жыл
қол астында жаттықтың. Қазір таңда жаттығасың ғой. Иә. Енді айырмашылық қазір Трюм Файтта жүрсің жігіттермен. Сол жайлы не айта аласың, сол жайлы балдар жайлы? Және шаған зал жайлы. Мен қанша жыл болды төбеттемін да, әлі төбеттемін. Мен бір Алматыға жағдайлармен кішкене тұра тұруым керек та Алматыда. И Диас ағайға айттым бірінші осылай дедім. Айтты, давай смело бар деді. Залдарға бар, сол жақта сөйлес, қай залға өзіне ұнайды сол залға бар, көр депші. Особо ештеңе жоқ. Сбор болса, сборға келесің деді. Пока сол жақта жүре тұр деді. Сөйтіп ағайдың рұқсатымен келдім да. Пока жарысқа шықсам да, төбеттің атынан шығамын да. Бір жарты жылға пока осындамын. Залдардың айырмашылығы бірінші Трюм Файт залдың условиясы мықты екен. Зал керемет бар ғой, енді новый зал, бүкіл нәрсе бар, жағдай бар. Сол жағынан мықты. Балалар жағынан айтсам, біздің төбеттің балалардың басқа бір плюсы бар. Трюм Файттың балалардың басқа бір плюсы бар да. Әркім алатын заттары көп та. Мысалы мен төбеттің көп затты плюстарын білемін да. Сол жақ келдім, Трюм Файтқа келдім, мен Трюм Файттың плюстарын мен аламын да енді, құдай қаласа. Соларды үйреніп, солардан плюс аламын. Сөйтіп құдай қаласа, тағы да басқа жақсы зал бар ма, басқа залға барамын әлі. Сол жақтың жақсыларын алып. Сөйтіп іздену керек екен да. Бір залда жүрсең жүре бересің. Ізденіп, бүкіл жердің плюстарын алып, сөйтіп жаруға болады да. Өспейсің дейсің ғой, бір залда жүрсең, сол бір өреңді алып қаласың да. Ал енді Еркебұланмен бірге қазір бір залдасыңдар. Бұл жігіттің жаттығуы қалай өзі? Күрес. Спарринг болды ма, күрестіңдер ма? Екеуміз әлі парақ тұрған жоқпыз енді. Парақ тұрған. Постоянно кеше спаррингта дың бір ұрлап кетті сразу. Таласа ма бір бірген жерде? Соны спаррингтан кейін кішкене ақылымызбен бөлісіп не қылдық, отработкалар жасадық. Құдай қаласа мартқа дейін зор дайындықпен шығатын шығар. Триумфтың вообще балаларының бір огромный плюсы. Мысалы мен артист деп, там блогер бірдеңе демейді да. Спаррингтан неден кейін, мысалы тренировкадан кейін обязательно 3 адам кеп еркем мына жерде былай істеші деп, былай көрсетші деп, мынаны бүйтесің, мынаны сөйтесің деп ақылын айтып кетеді да. Маған приятно да, потому что жаны ашиды да адамдардың. Действительно мен көреді, дайындағысы келеді, осы бауырым білсе екен, осы жерде былай істеуге болатын, мынаны көрсетейінші осы. Желаниемен келеді да, ешкім қинамайды, там тренер барып балаларға ананы үйретіңдер демейді, өздері келіп. Обязательно каждый тренировкадан кейін мына жерде былай істейсің, мына жерде былай істейсің деп көрсетеді. И сол жағы күшті да, андай не жоқ та, мені там жақтырмай, или там сен шеттен келгенсің ғой. Мен кинода да ондай әңгіме болған, мен шеттен келді деген. Потому что мен актерский оқымағам ғой. Мен үйреніп қалғам да ондай қаш. Кинода да жақтырмайтын мені. Потому что оқымағам, бірақ енді қанша жыл массовкада жүрдім, опыт жинадым, бірақ гонорарым көп та. Главный рөлдер аламын еще. И енді оқып келген, қанша уақыт оқып, сосын сондай балалар сәл кішкене жақтырмайды да, мен соны байқаймын да мен. И басында мына жақта сондай болатын, неде? Төбелес жүрген кезде, енді бастап жатқан кезде. Клоунсың ғой, анау мынау, типа неғып жүрсің, кетсе актерскийға деп маған не қылатын да. Ол мен не жағдаймен ол жерге келгенімді, мен артын бэкграундын білмейді да, үйімде не болып жатқанын білмейді. Мен амалым жоғынан келгенімді түсінбейді да олар. Ойлайды да, ерігіп жүр әшейін деп. Шатаспасам, жақында сен не салдың да, пост, то, что пришел в спорт, тут спортқа жаңа не ойын ойнадым дедім ба, сол нәрселердің арқасында там. Ставка қойып жүрдім, мен. Просто ставканы қоятын проблемасын лично мен өзімде қандай проблема болды? Менде жұмыс болмады. И бірақ ақша керек та. И ана қасымда балалар бүгін 50 мың көтеріп алдым, 60 мың, кеше 1000 коэффициент ұстап алыпты анау деген әңгімелер естимін да. И ойлаймын ғой 1000 теңге қоямын да. Миллионмен шығамын. 1000 теңге бастаймын да, аяғында уже 40 мың, 50 мың деген ставкалар қоя бастаймын ғой. Да, сөйтіп қарыз бір 3 микрокредитный организациядан кредит алып алғам. Каспийдан кредит бар. В общем, қай жер береді, соның бәрінде кредит менде. И ағама қарызбын, братишкама қарызбын. В общем, қарыздарым бір 5-6 қарызым бар ғой, короче. И соңғы 60 мың теңгені тігіп жібергеннен кейін отырмын ғой.
қарыз көп. Не істеймін, и сол кезде мен хотя бы бар ғой, көшеге шығып кететін. Үйде отырғаннан, үйде отырасың, братчикаң жүр, мама папаң жүр, олар саған ешқандай тема подкидывать етпейді ғой. А көшеде біреумен жолығып қалуың мүмкін. Бір тиын жоқ та енді, қалаға шығып келетін, дос балдармен жолығып, әңгімелесіп қайтатын. Ақша жоқ, и көшеде ана Ұлжанда тұратын. Жүре берем ғой, короче, Ұлжанмен ары бері, қыстың күні ғой еще. Сөйтіп жүріп, бір-екі күн жүрдім да, сонымен залға бару керек дедім, короче, өзім қолға алайын, залға барайын. Братчикам ағылшынша біледі, ағылшынға Адикке айттым, ағылшын үйретші, маған керек болады. Сөйтіп ана сырым залына барып жүрдім ғой. Сырым залына барып жүрдім. И как раз сол кезде ойлашы, мысалға, содан 2 айдан кейін ба, 3 айдан кейін ба маған звондайды да, украинский бір блогермен бокстасасың ба дейді да. И мен если дайындығым болмаса, мен шығатын едім да ұтылып қалатын едім, возможно, оғаншы. А ұтылып қалсам болды, мен карьерам тоқтайтын. Маған емен ешкімге қызық емеспін. А мен дайындалып жүрдім да, и дайындалып жүрген моментте келді да, анау. И хотя бы кішкене дайындықпен мен ананы ұтып алдым да, и арыға кетіп қалыпты уже. Сен ол кезде актерсың ба уже? Мен ол кезде актермін, иә, 200 мыңдай подписчигім бар. Бірақ сыйластық жоқ та адамдардан. Актер қойшы. Бірдеңе істеп жүр әйтеуір. Ешкім бойға шыққаннан кейін барып адамдар сыйлай бастады. Уже үлкен актерлар. Потому что енді спортсмендерді баяғыдан сыйлайды ғой халық. Сондықтан құмар ойыннан алыс болыңыздар барлығыңыз. Ал біздің подкастымыздың спонсоры деп қойдым. Сразу же. Иә, ол қазір көптеген жастар қарау мүмкін. Мүмкін осы сәт тек қана байқап қалуы мүмкін. Сол секілді айтып отқан ғой. Құмар ойынға еш қызықпаңыздар. Мен бір нәрсе айтып кетейінші. Маған көп адам жазып кетті да. Бойға шығайыншы депші, жаңағы қорада жүргендердің көбісі ше. И кешеде мешіттен шығып кетсем, 2 жігіт келіп қайыр сұрады да. Аяқ қолы сау, кәдімгі жігіттер ғой. И просто мен сұрадым да, жігіттер сендер жұмыс істемейсіңдер ма дедім. Біріншісі келді, одан сұрадым, жұмыс істемейсің ба дедім. Мен 18-ге енді толып жатырмын дедім, бірдеңе деді, короче. И мен айттым да оған, мен 16 жасымнан жұмыс істейтін, бауырым. 16 жасымнан жұмыс істейтін, бір жұмыс іздеп, не қылсайшы, жеңіл ақша ғой деймін ғой, қайыр сұрау. Любой адам қолынан келеді қайыр сұрау. Қазақстанда жүріп, кішкене ұялмайсың ба деймін ғой, қазақсың, қайыр сұрап жүрсің деймін ғой, ұят емес па, орыстардан, Әзербайжан, басқа ұлттардан ұялмайсың ба? Десе мен жұмыс жоқ қой деді. Жұмыс бар да. И екіншісі келді сосын. Өздері енді андай қауырт болып тұрған кезде келеді ғой, бір жұмыстарын істеп жатқан кезде. Сөйтіп келіп, тоже, брат, осылай ауылға жетіп алайыншы деп едім дейді да. Не істейсің ауылға барып? Жатам дейді. Алматыда сен жұмыс істемейсің ба? Жұмыс істемеймін. Неге істемейсің? Жоқ дейді жұмыс. А мен осыдан жарты жыл бұрын Инстаграмға салып, кім жұмыссыз жүр, маған хабарласыңдаршы деп, кассир, бірдеңе деген жұмыстарды жинап, и апарам деймін ғой, 15-16 адам жазады, ертесі күні шақырам, 2 адам келеді. 2 адам келеді, әдейі таңға шақырам, 9-ға. Чтоб анам білу үшінші, ана ұйқы бас емес па? 2 адам келеді да, и ламац етіп отырады ғой, қандай жұмыс? Айлығы 200 мың ба, 300 мың ба? 400 мың теңге кассир. 2 күн істейсің, 2 күн демаласың. Шоқ донер деген мен бір танысым бар, сол айтты, маған кассирлар керек. 400 мың теңге. 2 күн істейсің, 2 күн демаласың. Соған мен жеватса етіп тұрған адамдар. О, бола ма, қандай график, бірдеңе. Біреуіне айттым, сен жынсың, кірсейші. Адамдар сондай болып кеткен да, просто соған ішім ашып жүр да, мен соңғы кезде қайыр сұрайды, жеңіл ақша, жаңағы ставка, бір-бірінің артын қазбалайды. Анау андай болып кетті, мынандай болып кетті. Просто айтқым келетін балаларға жұмыс былай. Таңдамай істей бер да, просто істей бер, болды, Құдай береді ары қарай саған. Негізі Алматы мүмкіндіктер қаласы ғой. Жалпы енді өзім Ақтаудан келдім, мысалға там мына қалада мүмкіндіктер өте көп. Бір пакетпен келдім. Жоқ. Сен бір Барсовкадан келдің. Бірақ Барсовка болды десе. Барсовка. Қазір еге болды, оң жағы. Негізгі Ақтауда жақсы өмір сүріп келген бала Ақтауда нормально. Спортзал болды, Нұрбек ағамыздың Дартим Ақтау деген.
сол жақта жасадым, но Алматы, мен оның алдында келдім болдым да, бір жылдай жасадым, вообще тема болмады. Ресторан болған жоқ па? Ресторан болған жоқ па? Не ғой, сіз тағы бір көбісі айтады, Еркебұлан актер немесе спортшы дейді. Қай спорт түрінен бастады сіз спорт? Бокстан ба? Мен баяғыда 8-ші класста, 7-ші класста жарты жылдан аса бір 8 ай қатысқам. Боксқа? Боксқа, иә. Бастаман бокс? Иә. Жасұлан? Вольный ғой. Вольный ма, еркін күрестен. Саған енді қазір подписчик бар, атың бар, Аллаға шүкір. Өзін дәлелдеп жүрген. Саған жастар көп жазатын шығар, бойға қалай шықсам деген секілді. Жазып тұрады. Соларға кішкене ақылың. Олар ойлайды ғой, мысалы ойын нәрседе, мысалы Жасұлан келді, немесе Еркебұлан келді, бір-екі тренировка істеді, шыға салды деген сияқты. Немесе ананың нөмірін беш, мынаның нөмірін беш деп сұрайтындар көп менен де. Мен ең бірінші рет үлкен бойға 19 жасымда шыққам. Бірақ изначально айтып берейін. Кезінде кішкентай кезден бірінші күреспен айналыстым да. Күреспен айналысып жүрдім ауылда, Таразда. Айналысып жүрдім, Астанаға көштік. Астанада кішкене қатысып жүрдім. Андай бірақ цель болмады, бір чемпион болу деген. Бірақ жақсы күресетінмін. Жақсы күресіп жүрдім. Сонымен бір тренерлермен бір нәрсе болды да. Маған 2 тренер таласып қалды. Мен Астанада 1-ші номер болып тұрдым. Өзім жасымда сол кішкентай кезімде. 2 тренер таласып қалды, маған қарамай қалды. Мен бесқозыдан қалып қойдым да кетіп қалдым спорттан ше. Сөйттім да неге кудо деген спорт ашылған мектебімде. Төбелес қой. Соған барып, содан кішкене үйрене бастадым өзім. Школда ағай болды. Сол үйрете бастадым. Сөйтіп 11-ші классқа дейін жүрдім. 11-ші класста алдында боксқа бардым жарты жыл. Жарты жыл бокстан дайындалдым. Енді спортты кішкентай кезден жақсы көретінмін да, бірақ өзімен. 11-ші класстың ортасында, короче, бүкіл спортты бәрін қойдым. НТ-ға дайындалдым. Бір өзім оқуға заранее түсетінін білдім, қандай оқуға. Соған короче бәрін дайындалып, НТ тапсырып, оқуға түсіп, сөйтіп жүргем. Bir күні приложение түсті, жігіттер звондады. Қанат Осмағамбетов деген кезінде легенда болып еді ғой. Сол жігітпен төбелесесің ба деп. Мен дайындалып жүрген жоқпын деймін да. Қалай төбелесем? Соған қарсы бізде ешкім шықпаймын деп жатыр. Сен намысың жоқ па дегенде. Мен 18-дегі баламын да. Жанып тұрған кезіңде. Мен бірақ дайындықсыз ештеңе жоқ, шығамын мен дедім. Ешкім шықпайтын болса, мен шығамын дедім. Сөйттім да бардым, 2 апта дайындалдым да, сонымен төбелесем. Негізі өзім ұрып алған сияқтымын сол кезде. Бірақ сол жігіттің қолын көтеріп жіберді. Бурабайда болды, е? Жоқ, Астанада болды, циркта болды. Сол маған бір қатты мотивация болды да. Мынау мирдан чемпион мира болған жігіт қой. Мен болсам 2 апта дайындықпен 18 жасар баламын деп дайындалу керек деп. 1 жыл дайындалам, 1 жылда барам да жарыстарға қатысып, бәрін ұтып келетім. Чемпионат города ММА-дан ұтамын, сөйтіп не болады, Кубок Казахстана болады ММА-дан Көкшетауда. Сол жерден барып чемпион болам. Сөйтіп келем да 12 адамдық не болды, гран-при болды циркта. Бәрі бір күнде ғой. Сол жерге келем да 2 бой ұтам, досрочно финалда сол қанатпен кездесем де нокаутқа жіберемін ғой. Айналдырып келіп дейсің ғой. Сөйтіп отам, сонымен, короче, тарта бастады ғой. Сразу Fight Nights'тан не келді, предложение келді. Давай 3 бойға контракт береміз саған. Шық деп. Сол жерге келісіп тұрған жермен, сол жерде уақытта бір моменттермен менің контрактым басқа балаға кетіп қалды. Сен әлі 18-19-дасың, әлі сен жассың деп. Басқа балаға кетіп қалды. Сөйтіп мен Ахматқа шығып кеттім. Бірінші бойым 61 килограммда Ахматта төбелескем. 1 бой төбелестім, келесі 1 жыл сосын төбелеспедім. Дайындалып жүрем, енді ол кезде ат жоқ, ешкім танымайды, ешкім бой бермейді, әркімге жалынып жүресің, бой берші, ешкім бермейді. 1 жылдан кейін Fight Nights Астанада болды. Fight Nights болды, Fight Nights'қа шықтым. Сөйтіп, Fight Nights Қазақстанда болып тұратын еді ғой. Астанада болатын еді көбінесе. Астанада болған соң, мен Астананікі болғаннан кейін сол жаққа тығатын да жүр. Сөйтіп, төбелес жүріп әйтеуір 3-0 болдым. 4-ші бойкіммен Балкизов деген жігіт танисың ба? Білемін. Сонымен Омскта болған. Тоже бойға 5 күн қалғанда звондады. Енді андай ғой. Постоянно бой іздеп жүресің, бой жоқ. 5 күн қалғанда звондады, шық деп. Давай деп вес қудым да шыға салдым. Тоже бар, бірақ
енді дайындықсыз шықтым 5 күн енді аз ғой. Барып паечкам ұтылып қалдым оған. Ол кезде 19-20 адам, примерно 20 адам. Ол қазіргі мен сияқты, мен 20 жасар баламен шыққандай болдым мысалы. Тәжірибемен ұтылып қалдым. Сөйтіп 3-1 болды рекорд. И мигранты предлагать етеді ғой. Міне сол жекпе-жек. Ең легенда осы ғой. Оған отдельныйға тоқталып өтеміз. Мен мысалы Еркебұлан, сен Жасұлан қашаннан бері танисың? Мен Жасұланды именно қарай бастадың да? Мүмкін қарай бастадым, анау нокауттан кейін қарай бастадым. Не деген? Недавно болған, недавно дейсің ба? Ана ұрып Найзада болған ғой. Оған дейін білем да, Жасұланды білем, бірақ қарап жүрген жоқ едім да. Уже ана нокауттан кейін. Алидің несін. Мықты. Жақсы ой болды ол. Бірақ Жасұланда мен өзім ойлаймын, былай халық қай жекпе-жектен кейін, жаңағы олимпийский греко-римнен да күресетін жігіт соны қуатқаннан кейін бұл жігіттің мысалы танымалдығы арта бастады. Москвада кімнің Хабибтің әкесінің өзі комментировать етті осы бойда. Сочида болды. Айналып теуіп қалып тастайтын ба? Міне сол жекпе-жектен кейін Жасұлан кетті. Мен сол жекпе-жектен бастап көрдім, но мен Жасик сияқты адамды вообще, такой агрессия вообще не видел. Мен бұның жекпе-жегін Найзада бірінші рет көрдім сол кезде. Имеется живой, да? Енді біз мобилографпыз там. Шарда түсіріп тұрасың ғой. Ор жүрет сияқты. Сол агрессия мощная. Керемет. Бір бойда ұтылып қалдым тоже. Екінші поражением ғой. Расслабленно шықтым да. Ойнап, күліп, өстіп. Алматыда емес ойнап, күліп шықтым. Агрессия жоқ, не жоқ. И шығам да. Аккуратно істеп жүрмін да. Спарринг сияқты. И андай жоқ та, чеп қою деген жоқ та. Сол ұтылып қалғаннан кейін то же самое ұтылдым. 1 жылдан кейін бірақ қайтып келдім да рингқа. И жаман андай не болды. И өзім настраивать ететін бола бастадым, сөйтіп жынданымшы. Рингқа шыққан кезде дато андай қылып шығамын да қазірше. Өлтіріп тастауға дайын болып шы. Сөйтіп шығатын болдым. Бірақ соңғы бойда қайтып расслабленно шықтым. Сол үшін негізі настройға көп нәрсе байланысты ғой. Мен де ондай нәрсе басым өткен. Чемпионский бойда белбеуін қорғадым ғой жігітке қарсы. Комментировать еттім ғой сол кезде. Мен өзім танымадым шыны керек. Жаңа раздевалкада жүрдім, қуып жаңағыда күліп ойнап мен сөйтіп сеткаға кіргенде де страх жоқ та, түсіндің ма? Болады ғой бір мандраж деген нәрсе жоқ, өзім танымай тұрмын. Мен бір мақсат болды, қазір құлап тастаймын болды. Қателігім сол болып тұр ғой. Жасұлан айтқандай, настройға көп нәрсе байланысты. Ал былай шыннан шығасың былай. Сосын астына комментарий оқисың, түр жасамашты. Ол түр жасаған емес қой. Мәселе ода емес қой. Настройда мен настрой сөйтіп аламын, түр жасаған сияқты ашуланып. Сондай моменттер болып тұр ғой. Бірақ енді Еркебұлан настрой вообще басқа. Әркімдікі әртүрлі ғой. Бұл жігіт жаңағыда күліп ойнап сөйтіп шығады мен байқағаным. Бірақ по-любому енді түсініп жатырмын мен оны. Агрессия деген нәрсенші. Мен енді даже любительский жарысқа шықпағам ғой. Мен хотя бы жарысқа шығып жүрген болсам, мен соның бәрін осы уақытқа дейін түсініп жатырмын. Жаймен опытпен келетін нәрсе ғой. Потому что білмеймін да енді, маман емеспін. Отырам бойдың алдында. Жақындаған кезде сәл қыздырдым алдымда тер шығарып ал дейді. Мен не үшін шығарып жатырмын білмеймін. Балалар айтады, терлеп аш бір дейді. Не үшін терлеп жатырмын? Хорошо, терлеп алам, бинтовать етіп аламын да отырам. Болды, әңгіме айтып. И оказывается, мен енді түсініп жатырмын да, ол қазір мен кірем, так қол бердім, сосын мынаны ұрдым деп, уже анау мен ұрды, уже не анаған нені қосып, не қылып отыру керек екенсің да, андай ше, представлять етіп. Менде ондай жоқ қой вообще. И мандраж деген болмайтын. Шығам, кірем, как будто кино сияқты, кинода жүрген сияқты. Тұрасың, болды, жан-жағын қарап қоясың, қалай деп шандай. Анаған деген не жоқтар. Қазір енді не қылып жатырмын ғой, соны ойлап жатырмын, сондай болу керек екен ғой, оказывается. Енді біреулер, мен өзім нашиттарды мысалы қойып настрой аламын да көбінесе, немесе Майк Тайсонның сөздерін қойып аламын, мысалы сәл-сәл өзімді жігерлендіріп аламын, ашуландырып ше. Мен Мұрат Абділдан сөздерін қосып әркім настрой аламын дейді. Ол жерде енді жеткізу мүмкін емес, мысалы миыңа түрлі нәрселер өзін жындандыру қиын ғой. Өте қиын нәрсе да, мен айтып отырмын, оны жасасаң сен өзің қалай істейсің сол нәрсені.
Вообще. Жоқ, мен айтып отырмын ғой, мен мотивацияны нелер тыңдаймын, сосын мен өткен бүкіл қай жерде жұмыс істеп өттім, маған сол мотивация да, мысалы. Мен қашан көшіп жүре беремін деген сияқты. Анам көз алдыма келеді сол кезде. Вот сөздің шыны керек, анам күніге жұмыстан алып тасып келемін ғой. Сол кезде екеуміз әңгіме қылып келеміз, қашан көшіп жүремін деген сияқты ғой. Мен өзім сөйтіп жынданамын да өз-өзіме. Осылай настрой аламын, мысалы өзім рингке шыққан кезде. Жігіттерде қалай? Мен айтсам ұят сияқты. Жоқ, ол ұят ештеңесі жоқ қой, бауырым. Қанша адам көріп отыр, мысалы бәріне қызық та ол. Мен настрой ұстағанда өзім ішімнен не деп бастаймын бірінші. Енді тоже бірінші Аллахтың атымен бастаймыз ғой. Дұға етіп алған ішімнен сөйтемін да. Менің мақсатымды қоямын бірінші. Мен кіммін деймін да. Мен UFC-ға барғым келе ма? UFC чемпион болғым келе ма деп өзіме сұрақ қоямын да. Чемпион болғың келсе сен мына соперникті әше сезбеуің керек деп ішімнен сөйтіп өтіп кетуім керек, әше смело сезбеуім керек. Бүкіл арасында өзімді боқтап алатыным бар. Сөйтіп не қыламын да, и есіме түседі, мен кішкентай кезімнен әкелерім айтып отыратыншы. Мен Тараздан Байзақ деген, енді Байзақ деген кішкене известный ма білмеймін енді. Бізде Таразда бәрі біледі да, Байзақ батыр деген ол. Байзақтың ауылы бар, Байзақтың районы бар, көшесі бар да. Мен Байзақ деген 5-ші адам да. Кезінде Кенесарымен бірге соғысқан батыр кісі болған да. И сол ойлаймын да, мен атам Ақмолда деген атам болған. Сөйтіп аталарым мен менің емде 7 адамда 3 адам батыр болған да. Мен ойлаймын да, неужели мен аталарым кезінде насмерть соғысқан, мысалы, насмерть соғысып, бәрінде ұтып, тірі қалып, мысалы, Тараздың басшысы болған аталарым да. Сондай кісілерден ұрпағым, неужели мен мына жерде өзімді көрсете алмаймын, неужели мен былай айтқанда шаба алмаймын да. Сөйтіп өзімді неше түрлі қамшылаймын ғой. Сөйтіп жындандырып аламын, жындандырып алғаннан кейін болды ғой. Кетесің. Оның бәрі көреміз ғой кәдімгідей. Молодец. Сондай Ерке болған, сіз енді қалай қалайсыз? Актерлардың жанында жүрген не болып па, Вандамның жанында? Мен бүйтіп. Жоқ, мен осы уақытқа дейін бар ғой, өзім жындандырып көрмегем. Мен ана Ташкентте реванш болды ғой. Сол кезде кәдімгі сондай настроймен шықтым, өлтіргім келіп кетті ана адамды. Алдымда тұр, и анаған в общем, калечить еткім келіп тұрған аншы. Сол кезде сондай настрой болды менде. И бәрі как по маслу кетті да. И еще андай агрессивный болып тұрмын да, бірақ деп сағым келіп тұрған жоқ. Постепенно анан ұрып көзіне қарап, что там таяқ жеп жатсың ба деп ұрғым келді да, ананшы. Аккуратно. И сөйтіп ұрдым да, сол кезде джеб ұрам, мұрын мына жер жыртылып кетеді. Джеб ұрам, мына жерден қан кетеді. Рахат да, кайф айтып жатырмын да. Проход кіреді, лақтырып жіберем, что там деп қоям, өтамай айтсың ба деші. Бүйтіп қоям оғаншы. Сөйтіп жүріп төбелесің, бірақ агрессия болды да сол кезде. Сондай агрессия. Ең басы сол, андай басың қанша жынданып тұрғанымен андай холодная голова дейді ма, сондай болу керек та. Ақылмен төбелесу керек, по-любому. Жынданып, бірақ ақылмен да. Тек қана жынданып кетсең ол өте өзіңе қауіпті нәрсе ғой негізі. Көрдіңдер ғой алдында? Жоқ, шынымен алдында емес, 1 жарым жыл өтті. Білеміз ғой, жекпе-жек бәріміз. Бәрін инста парақшасына отырғаннан кейін қазір қоғамда болып жатқан нәрсе нөміріңді айтшы дейді ғой. Жалмауыз ба? Нөміріңді айтшы, жалмауыз дейді. Қазір мысалы кеше 2-3 күннен бұрын тағы сондай бір нелер шығып жатыр инстадан шулап, әйел адамдар немесе сәйкесінше ер адамдар телефонды түсіріп жатыр. Сол жер не айтамыз өзі? Не ойларым бар айтатын? Дұрыс па, дұрыс емес па? Мен өзім лично же таксимен жүрмеймін вообще. Жүргім келмейді. Немен конфликт андайдан басталады ғой уже. Алдыңғы сиденьесін тағап қояды да. Мен артында отырсам жүрегім айниды. Алдына отырайын деді, артына отыр дейді, короче. Брадан жүрегім айниды. Алдына болмайды бірдеңе. Сондай адамдар конфликтный болып кеткен да просто. Көбісі. И танитындар бар арасында. Бауырым, давай деп ше. Риза жібереді. Мен машинам капремонтқа қойып қойдым да, өзімнің. И қазір таксимен жүргім келмейді. И барып арендаға алып алдым да, чтобы такси не басқа адамдармен бүйтіп контактировать етпей қойын деп сөйтіп жүрмін да. Ол қазір адамдармен лишний раз контактировать етіп қорқамын мен қазір ше. Потому что кеше ана әйел көрдіңдер ғой. Өзімен өзі ойбай, деп звондап ана маған звондасыншы, мысалы, сондай ситуация болсын, мен вовремя телефон қосып үлгере алмай қалайын. Біттің ғой. Қораға кіресің. Ой, анау,
жынды болып кеткен ол уже. Дұрыс жасады негізі ана жігіт. Қазір соғып мына жерге GoPro жабыстырып жүру керек заман болып кетті шекеңе. Өте қиын нәрсе ғой негізі қазір қоғамда болып жатқан шулап жатыр ғой жан жақтан қазір ондай случайлар көбейіп кетті. Енді оның бірі бұл жерде основном анау әйелді білмеймін таксист па кінәлі или әйелі ма кінәлі мен сол ешкім ұқпай қойды соның сөзін. Жоқ, ол якобы бір жерге тоқта деген, екінші жерге соған тоқтамаған. доставка үшін ақша төле. Сол ғой. Мен таксисттің дұрыс деп ойлаймын да ол жерде. Өз еңбегіне. Адам ешқашан адам еңбегін жемеу керек та. Еңбек бағалау керек. Енді анау да ойлап тұрғанша мен лоқ қылдырып жатыр деп па енді білмеймін ғой. Ондай жағдайлар көп. Бірақ енді осы мәселе таксимен болатса, осы жақында ғана скорыймен болды ғой. Екеуі жолға таласып болған, дворға кіргізіп скорый орта болып қойған, мына жігіт барып ұрып талдырған жаңа бірін анау заявление жазам деген. Сонымен ол жігіт жақын арада ұсталыпты ғой. Сақалына тастаған. Ұрған ба? Сақалына тастаған. Ұрған жігітті тауып алды ғой. Ол қашып кетті ме? Сөйтіп анау айтады, жаңа скорыйдың водителі айтады, мен кешірім бұл жігіт дейді. Сонымен мына жігіт шықты да, ол бүкіл халықтың алдынан кешірім сұрап жатыр да. Жестко. Мен ойым халықтың алдында кешірім керек емес оның. Типа халықтың алдында кешірім сұраймын. Ол ана адамға не қылып тұр ғой, зияны тиеліп тұр. Мысалы үшінші. Көріндер ме ол кезде? Қазір андай мода болып кетті да, бірдеңе істеп алады да, артынан халық инстаграмға шығады да, халықтан кешірім сұрай салады. Халықта кеше деп отқан халық, ладно, Алла разы болсын деп астыныш сразу, короче. Одан да шығармай қоймай ма деймін да, ондай нәрселерді. Жоқ. Агрессияны көрсететін жер көшеде емес, мысалы, біреу дұруда емес мәселе да. Сөзінше біреуге зиян тимесін. Бірақ егер қатты жаңағыдай агрессияны күшін тасып жатса, залға кел. Жаңа Нұрбек ағамыздың айтқан керемет сөзі бар ғой, шайқасын келсе рингте шайқас дейді. Мысалы да көбір неше жынды жігіттердің бәрі залда жүр ғой, құрсын тәубеңге түсіріп тастайды там. Бірақ күнде надо будет сақалыңдап тастайды сол жерде, сөзін шыны керек. Бірақ әлім жеттік болып тұр ғой бұл жерде, өзің күшін жететінін біліп тұр да, бірақ қол жұмсап тұр ол. Мен ойлаймын, онда адамдар ең әлсіз адамдар. Сөзін шыны керек қой. Бірақ енді ана жігітке де айтарым, енді бүкіл халықтың көзінде шықпай спортта жүру керек та, өзің үшін. Мен бір нәрсе айтып кетейінші, есіме түсіп бар ғой. Бір 18-19 жасында енді таксовать етіп жүрмін. Мен істемеген жұмысым жоқ, мен көп жұмыс істегенмін да осы уақытқа дейін. 18-19 жасында бір таксовать етіп, точно мен примерно сол возрасттар таксовать етіп жүрмін. Папам машинасын алып алғанмын еще. Таксовать етіп жүрмін. Бір жігіт отырады, бір алыс жерде айтады, сол жерге апарып тасташы деп. Давай ақшасынан келісеміз, аппаратты. Қазір деп машина есігінен шығады да жүгіреді ғой дворлардың арасымен. Мен шыққанда артынан қалаймын ғой. Сол кезде артынан екі жігіт машинаға отырады да машинаны айдап алып кетеді. Жоқ, менде жақында жағдай болды. Айтпайын да енді. Ой. Болады жағдай. Жетіп алсам жаман ұратын едім да. Ана жестеріме қашып кетті да. Ашуым сол еш сондай нәрселер көп болады да таксистерде де. Оларды да түсінуге болады ғой, көп жағдай болады. Жақында Алматыда бір оқиға болды менде осы 2-3 күндікте. Ана Месси деген бар ғой Яндексте. Месси адам, екі адам отырады, короче. Маған келеді такси, отырам. Екінші адамға барамыз. Андай ғой. Андай сәл-пәл есікті ашып, қыз бала анау, прикинь. Сәл-пәл есікті ашады, жабады, есікті ашады. Мен айтамын, неге ашып отырсыз деймін да. И машина скоростьпен келе жатыр, сәл-пәл өсіп ана ненің қасына келе бергенде, светофордың қасына келе бергенде сәл-пәл скорость түсіреді ғой машина. Прикинь, машина секіріп кетті ғой. Мен шоке вообще. Қыз, прикинь, қыз баланы. Машина секіріп кетті. Сен де секіріп кетпедің? Мен шошып кеттім. Таксистке айттым, жүре бер, мен төлей саламын. Мен ойладым, ана қызға бірдеңе болып қалған шығар деп. Ну, тұрып, қашып батыр дальше, прикинь. Ақша төлемес үшін ба? Может быть, не знаю. Вообще түсінбей қалдым мен. Вообще көзім бақырайып кетті. Ақша төлем. Не болып кетті мына өмірде? Қырғызский Тайсон. Сенен бас тартты ма, жекпе-жек? Менен емес, сен жекпе-жектен бас тартты. Сізбен жекпе-жектен бас тартты. Жекпе-жектен бас тартты Қырғыздың Тайсоны. Білмеймін, Қырғызстанда фейс-то-фейс жасап келіспек.
Яқы кеп Казахский тайсымен төбелескің келмей ма? бір қаражат мәселесіне көп тірелді ғой. Көп сұрап отыр дейді. Енді мен оны да түсінемін, негізі сөздің ішінде бәріміз бұл жерде енді жаңа тағы айтып өткенде бастан айтып, әркім әртүрлі мақсатта жүр ғой. Еркебұлан да айтады, киноға түссе де, бойға да шықса да, бұл кісі семьясын бағуда, мысалы, әке-шешесін бүкіл жағдайын жасау. Менде де сондай нәрсе ғой негізі. Бәрімізде сондай. Иә, мысалы, тоқ болып жүрсең, мен шыны керек, төбелеспесем, құлағым сындырып, аяғым сындырып, немесе нокаутқа ұйықтау маған керек нәрсе ол емес. Осыған бір не да? Қазір мысалы жай отқан кезде ауырмайтын бүкіл жерін ауырмай тұра ма? Жоқ, постоянно менде мысалы отырам күнде әр жерім бір ауырып жүреді бар ғой. Бір күн мына жерім, бір күн бүкіл денем, короче, былай айтқанда живой инвалидпіз ба? Анау кезінде мен мысалы санаторий Алатауда охрана болып істеп жүргенде не деп отыратын? Шлагбаумда ма? Небір адамдар келеді ғой, прикинь, менсінбейді, охранник ашып жіберші дейді, ашпаймын да, әкәнзі тіреп тұрып алатын. Сол кезде, сол жерде санаторияға жатқан кезде кім келді? Жақшылық Үшкемпіров атамыз келді, марқұм, Алла ол кісі екі өмірдің бақытын берсін. Жәннатта етсін, иншалла. Сол кісі келген кезде маған айтады, қазір мен ауырмайтын жерім жоқ дейді, мысалы. Қанша жыл спортта жүрген адам, мен оны осознанно түсінемін қазіргі. Ертең мен 40-тан асқан екен, менде бүкіл ауру шығады. Мен осознанно қабылдап отырмын да, бірақ менде бір мақсат жағдай жасау. Әр мүмкіндік бар кезде осы спорттан барынша мүмкіндік, кез келген мүмкіндікке жармасу. Мысалы да, сол ғой менде мотивация. Бірақ енді Тайсондікі де дұрыс. Бәрі айтады, ой, Тайсон таксовать етеді, Тайсон там стройкада, онда жігіттер жетеді. Спортта жүрген сөзін. Ол ғана емес, Тайсон ғана емес. Бірақ енді оған ешқандай реніш жоқ, жарайды. Ақша мәселесі келісе алмады. Бірақ мен ойламаймын, көп жазады, ойбай, біздікілер комментарий жетеді ғой, қорқып жатыр. Ол жерге шығып жүрген жігіттер ол бір-бірінен қорықпайды, сөзіне керек. Мысалы да. Мотивация сол болды, ұсынған ақшасын бермеді, мысалы, мына жерде тоже, мысалы, мүмкін келмей қалды да бір-біріне. Енді әркімнің еңбегі бағалану керек қой, мен оны жақсы түсініп отырмын, Тайсонды. Сол себепті маған қазір басқа қарсылас беріп отыр ғой, оны жақын арада белгілі болады. Қазақ еліне танымал спортшылардың бірі. Қазақ емес, шетелден ғой. Бірақ қазақ еліне танымал спортшылардың бірі да. Сол керемет жекпе-жек болады. Мен өзім қабылдадым 66 килограмм салмақ дәрежесіне. Промежуточный вес қой. Енді қатты қинағым да келмейді. Қазір 34-теміз, енді әрбір жекпе-жекте шаршайсың, шыны керек, салмақ қоя берді оны. Оны спортшылар түсінеді ғой, салмақ қойып жүрген. Сол себепте жақын арада белгілі болады, бұйырса. Сол айта кетемін, 24 ақпан Алматы арена, Найза 57. Бір сұрағым болып тұрсын. Балам бар ма? Қазір бала жоқ, менде жақында үйлендім ғой бауырым. 4 ай болды. Мысалы, Құдай қаласа, балам болады. Иншалла. Баламды осы спортқа берер ме едің? Мен енді әрине, енді сендердің жасым үлкен болғаннан кейін жеңгелеріңмен біз сөйлесеміз да, мысалы, сөздің ішінде ертең баланың болашағы үшін қазірде мысалы уайымдаймын. Мен бұған дейін ойламағам, үйленбегенше жүре бергем. Енді әрине өте ауыр сұрақтардың бірі, бірақ мен ағам айтқам, үлкен ағама, егер сенің балаң болатын болса, мысалы ұл болатын болса, спортқа бер. Бірақ енді ондай мүмкіндік болған жоқ, ол кісілерді беретіндей. Енді ол кісі сабақпен кетті да. Одан кейін Арал деген інім бар, менен кейінгісі сол енді Әбубәкір деген өзім атын қойғам. Енді сол жігітті спортқа берем деп отыр енді Аллах қаласа. Бірақ екеуім де жаман емес, өзі кішкентай бұзық бала. Бірақ енді өзім баламның таңдауы болатын болса, әке, мен спортпен барам дейтін болса, әрине мен жақтан тек қана қолдау. Мен тек қана қолдау берем, болды. Ешқашан бетін бұрмаймын ол жігіттің болды. Иншаллах, ұлымның. Егер онда мүмкіндік болатын болса, бірақ оның бәрі түсінем, өзім өтіп жатырмын сол спорттан. Әрине мен үшін өте ауыр, бірақ енді егер таңдау атса, әрине менің тек қана қолдауға бауырым. Басқа ешқандай не емес. Әрине өз таңдау. Ең бастысы сол ішпей шекпей, жақсы өмір сүрсе, салауатты өмір салтын ұстанса болды ғой. Басқа не керек. Өз-өзін қорғана білсе болды мен үшін. Негізі салмақ қуу қиын екен. Соны түсініп отырмын. Жайлап менде жаңа споры бар. Салмақ қуу жүрсің ба? Нұрбек ағаймен. 15 кило ұстауым керек. Енді далада енді төбелес жүріп қой, бірақ андай естіле қалдым мен. Далада төбелес көрдік қой, бірақ енді мен ойлайтынмын өзім мықты төбелесем деп та, нормально деп та. Қазір Артем денедемін ғой, жаттығу жасап не үшін сол жерде тұрып жатырмын.
Вообще ощущение бөлек. Мен саған айтайын, спортсменнің өмірі оңай емес. Әркім бір шыдай алмайды. Неге? Мысалы, осы уақытқа дейін бізбен де қаншама бала тренировка жасады, қаншама неге олар жоқ та, мысалы. Мысалы, 100 бала қатысса, оның 5-10-ы қалар, қалған бәрі уже қояды да. Страшно, қиын ғой, по-любому. Астаналықтыңдар. Өзің жасадың ғой деймін. Жеңдер жігіттер менде диета ғой. Енді көбісіне мысал октагонда болсын, найзада болсын, мен жас жігіттер білемін да, бір өткізіп алады да. Чемпионский бой қайда? Ауылына барады да, ауылына барады қояды десеңші. Кәдімгі UFC-дің поясын алып келгенде күтіп алады ғой. Жаңағыдай сыйлықтар беріп, немесе біреуіне тұлпар беріп атады, біреуіне ат беріп атады. Енді жігіттер ең үлкен қандай сыйлық болды сендерде? Жекпе-жек үшін мысалы, жеке өмірде болсын, бәріне қызық қой. Ерке болған. Маған Сен әйтеуір өзің сыйлық жасайсың, бәріне оны білем әйтеуір. мен ұнайды маған сыйлық берген. Күшті андай эмоция сыйлайсың. Айта кетейінші, осы жерде мен октагонда шыққан кезде балуан шолақты болады. Солнышкадан нағып тастады, отырып тастады ғой. 2 күн ба, 2 күн өткеннен кейін кәсіпкер ақша келіп тұрды. Не үшін десем, еңбегің үшін ғой дейді. Мен не еңбек бердім, мен саған көмек бердім болды. Осындай. Просто сен бір келесің, 2 келесің, мысалы, сен емес, сен келе бересің ғой. Просто басқа адамдар да мысалы бір келеді, маған көмектесіп кетеді, 2 келеді. Мен халявщик болған ұнамайды да маған. Мен залға тегін барған ұнамайды. Мен мысалы кезінде ақшам жоқ кезде, ол кезде енді залға тегін баратын, потому что жағдайым жоқ беретін. Жағдайым болып тұрып, мен залға бермесем, тренерға бермесем, или секундантқа бермесем, ол болмайды да, ол жұмыт боласың сенші. Сен жан-жағында жүрген адам көзінше жұмыт боласың. Мен мысалы кеше Triumph Fightsқа барып жүрмін, неге залғаш, маған айтты, төлемек қой деді. Мен қоймай қазір, аға төлейм десем, ол сәл некрасиво болады да. Мен альтернатива не қылдым да, бардым да магазинге барып, 300 мыңға кофе машина алдым да. Өйткені ағайларда не жоқ, шай ішетін вообще не жоқ да, залда. Ештеңе жоқ, не жоқ деген Құйылдым жоқ. Ана шай ішетін диспенсерлары нелері жоқ. Сөйтіп кофе машина апарып бердім да, ағай мені, потому что мен халявщик болған ұнамайды да маған. Ақша алғысы келмей ма, онда мынандай сыйлық бергім келеді. А если жағдайым жоқ болса, онда енді ренжімендер бере алмаймын деген сияқты. Ақ көңіл емессің десе керек. Сосын ең алған сыйлығын жаңа Бағлан ағалай. Бағлан Абдраимов жылқы сыйлады. Көкпар шабатын ше, аппақ. Оны и то мен ұтылып қалған кезде сыйлады. Ұтылған кезде, именно ұтқан кезде сыйлай береді көп адам. Именно ұтылған кезде жақсы екен да. Ат. Үлкен сыйлығың жылқы болды, е? Жылқы демекші, Жасик біздің жылқының ұнататын жігіттердің бірі ғой. Мұнда бір ойын бар, Жасик. Жылқын кіргізіңдерші. Көкпар ойнайсыз. Сол жылқыға отырамай кеттік қорасын. Мұнда бір ойын бар. Кетіп қалман болды ма? Сен жылқыны жақсы білесің ғой, е? Мұнда ойын бар, мен саған көрсетсем, сен несін айтуың керек? Несін, атауын, яғни, запчасть дейді ғой бұны, жаңа жылқының несін. Хорошо? Давай, кеттік ал. Қазы. Красавчик. Қазыны білмейді адам бар ма? Жауып отыр артын, е. Все. Артында жазылып тұр ғой. Дұрыс қой, сен білмеді, ұмыт қалмасыз да. Мен түсінемін да, жылқының жақсы көремін да, мен мінуді жақсы көремін. Мен айтайын, мен қойдың, сиырдың, жылқының етін шатастыра алмаймын вообще. Попытайся, родной. Мен білмеймін даже, етті вообще мен білмеймін. Біліп жүрмін. Өз құрастырған ғой, именно Мынау не етін, қай жер? Қандай еті? Қай жері? Сан еті шығар, может, білмеймін. Жамбас қой, Жамбасы, красавчик, ерке болған білмеймін. Сан еті, жамбас еті бір ғой негізі. Не жазыпты, соны айтыңдар. Кімге жамбас, кімге сан. Сен мына ойынды ұйымдастырып жылқын тура жүрген сияқты ғой. Андай, тоқым, ер тоқым, соларды алып, жүгенді алып кетіп көрсетіп болады да, түсінемін да. Ет дегенде бет бар ма дейді. Мынау не ғой, қарын
Қарным ба, примерно несім, жілігімен. Сен ойын. Мы жир ғой. Ойландыр, ну... Может, мынау натуре құйрық жағым ма десем ма? Жоқ, став отыратын айтамын. Омыртқа бүлдіргінді. Иә. Ойландырсайшы кішкене. Жоқ еді басқа твиттерге отырып. Арты ма? Так, міне. Ноше, нан өлмесең еді. Бұл етке ұқсайды жады. Бәрі ет. Ненің еті десе? Сенің етін сияқты. Байы көрді. Халал емес десе? Дәмді жері ғой мынау. Сен бір... Қарны ғой, мынау. Май көп, қарны шығар. Іш жағы шығар. Жал дейді. Жал. Біз соймайтын едік, брат. Мен вообще мал сойып көрмеген. Мынаны өлет шығарсың. Қабырға ғой. Красавчик. Екеуін ойлап тапты. Біліп жүресің мен келесіде. Келесі жолы андай Дайындалып келі келесі жолы. қонақтар шақырсаңшы, ат туралы сұрақ қоятын болсаң, андай ертоқым, сондай мужской сұрақтар қойса. Бір орыс байыз шақырсаң, шошқаны сойсай. Дайын отыр ғой. Не дейді? Мына запчас бөліп сәз. Жоқ, ет жайлы әңгіме отқан ғой. Құйрығын қайда Қазақ, Розовый ма? қазақ текті халықтардың бірі. Жесеңдерші. Жеп отырмыз. Аспозды. Нан жеуге болмайды. Фигура ұстап жүрсің ба? Нан емес қой, бургер ғой. Солай ұра берсе, Екі жағын алып тастап. Қазір қатты уговор етсеңдер, жей Мен жіберемін. сұрамай тұрмай, не сыйлық алдым. Жоқ, мен соған тоқталайын деп отырмын ғой қазір. Иә, жақында көлік сыйлады саған, иә. Ең қымбат сыйлықтардың бірі сол болған сияқты ғой. Мені көлік Corolla деген, Toyota Corolla 2012 жылы. Ұтылып қалсам, ұтылған кезде сыйлады да осыныш. Жігіттер хабарласып, бауырым сен ұтылдың емес. Біз сені білеміз, өмірде қандай екенін білеміз деп звондап бір ағам. Сен просто мотивация болсын саған деп сөйтті. Енді былай айтқанда, бойым спорт үшін деп ойламаймын енді. Өмірлік араласып сөйтіп келгеннен кейін бір возможность болды, сыйлайтын сөйтіп сыйлады да ағаларым. Одан басқа енді аттар көп келген енді. Аттар. Шымкенттен. Шымкенттен, өзім ауылымнан. Олай ат ретінде бір 5 ат келді. Үлкен айғырлар ғой. Оның Астанада басында ауылда астадым, Астанада астадым. Мен Астанада тұрғаннан кейін ұстау қиын болды да. Сөйтіп сатып жүрдім, короче. Өйткені анау қораға қоям, мынау қораға қоям. Ақша ал, да? Ақша жарайды, ақшамен ғана бітсе ғой, әңгіме лишний. Анау, мынау. Сонымен кішкене өзіме ферма ашпағанша пока қиындау екен. Өзім қора соғып, қалған сыртынан сөйтіп, дұрыстап условия істеп, сөйтіп істемесең қиындау болды да. Жалпы Үйленем дейді ертең біз. Бірақ енді бір Әлшер деген досым бар. Ай сайын бір ат деп тұрады. 12'de 12'de мықты. Соғымдарым деп тұрады. Сол бизнеспен кетпедің бе? Нетсең? Ат соғым, ат алып па? Сатып. Сен... Мен айтайын, мен жұмыс істеп үлгерем да. Маған неше түрлі приложениялар келіп жатыр, Аллаға шүкір, мынандай жұмыс предлагать етеді, мынандай жұмыс предлагать етеді. Маған да ағаларым, үйлерде жұмыс істесе дейді да. Мен қазір жұмыс істейтін болсам, спорт жасап, жұмысқа кіріп кетуім керек та. Вообще спорт, өйткені жұмыс пен спортты екеуін алып жүру, вообще болмайды да. Қазір жұмыс істейтін болсам, Аллаға шүкір, любой сфераға барсам, любой сфераны алып кете аламын деген ойдамын. Өйткені кішкене болсын, енді спортта жүргеннен кейін ответственность бар, кішкене любой нәрсені алғаннан кейін ответственно қараймыз да. Содан кейін ба, егер мен қазір данный енді мақсатым, өзім қалауым спорттан, ертең күні спорт қойған кезде өкініш болмасын іштеймін да. Қазір мен спорт жасап жұмысқа кетіп қалсам, ертең күні бір 10 жылдан кейін менде өкініш болады да. Кезінде кішкене шыдай салуым керек еді, ұра салуым керек еді депші. Өйткені былай қарағандай ананы ұттым, мынаны ұттым, кішкене атым шықты, ол предел емес та. Бір чемпион болғым келеді, UFC-ға барғым келеді, мысалы, UFC-да бір чемпион болғым келеді, как минимум. Сол себепті жұмыс істеп үлгереміз. Бірінші спортта.
осы точкасын қою керек. Соңына дейін жеткізу керек дейсің ғой. Иә. Дұрыс айтасың. Ертеңгі күні спортты қойған кезде өкініш болмау керек та жүректе ше. Иә, мен де солай ойлаймын. Сізде қандай сыйлық болды спорт жолында? Ең үлкен. Спорт жолында менде ешқандай сыйлық болған жоқ. Жақында осы бәрі біледі. Бір түннің ішінде Шымкентке барып келдім де, ертесіне машина мініп келдім. Ол әрине өз еңбегім арқасында. Аллах тағала бірінші, одан кейін өзім, және келіншегімнің қолдауы бар. Екеуміз екі жақта болсын. Астына тұлпар мінген болатын, бірақ бұл өмірімде ондай сыйлықты беріп көрмеппін маған. Так, бос отырмайық, ойын ойнайық онда. Еркебұлан мырзаның актерский несін. Ойлап таптым. Дайындап келген сияқты жақсылап. Еркебұлан, мынау саған, ты Руслан, я Жан. Короче, ойым не ма? неңді тексеру керек, актерский. Актерский неңді. Жанды мен нетем, Русланды сен нетесің. Это вот «Рекетир» деген фильм бар ғой, бәріне әйгілі, бәрін қараған шығарсыңдар, или қараған шығарсыңдар. Сен Жанға ұқсайсың негізі. Зато ақша бар. Зато мен екінші сериалға түстім онда. Сәл семірген жандысы. Екі айда бір уақыт таппай. Бұл сөз жазылған ба? Жоқ. Соны жазу керек еді. Осыны ойнап береміз ба? Иә. Сенікі жете ма? Актерский? Жетпесе де. Жаман қатты ойнап беремін. Давай. Репетиция жасайсың ба? Или оқып ойнай берейін ба? Кеттік оқып ойнай берейін ба? Давай, кет. Ал кім бастайды? Мен бастаймын ғой. Давай. Күлкім келіп жатыр. Настройсысы родной, бойдағыдай. Руслан. Анау Адилхан ғой, короче. Жан емес. Мен оған теңемендірмін. Оскорбление ма? Неге? А? Неге? Енді бой... Спортсмен ғой, кішкене болсын. Жо, енді... Не істеді? Любой. Соперникке ақша ұсынып жүрген спортсмен білмеймін ол мен. Адамгершілік жағынан қарама, спортсмен жағынан қарады. Спорт жағынан. Өзім білем қай жағынан қарасың. Жігіт жағынан қарасай. Бастаймыз ал. Давай. Кім үндемей тұрады? Мен жанмен сөйлесіп алайын еді. Ол бауырым. Орнына қойып тасташы, сөз житі бар ғой. Қарызы береді, бермей жүрген. Басқаша естіле ма? Әртүрлі ойнап бергенсің ба? Походу, нормально будет. Кешке не бар десейге. Жанында фридан басқа ештеңе жоқ. Картошка фри негізі диетаға жатпайды ғой. Ұра берсере. Углевод қой, негізі. Бола деген жігіттер жіберді. Нормально ма? Болады. Пока уақыт бар ғой, бір айдан аса. Давай, кеттік яқылы. Қазақша тұру керек. Как продвигаются наши дела? Ты по поводу доли в заводе? Мен Руслан сияқты. Да. Знаешь, прошло много времени, кое-что изменилось. Сейчас работать очень трудно. Мой партнер сказал, что не получится. Какой партнер? Я давно тебе хотел сказать, у меня есть партнер. Ты мне изменяешь? Ежелемей дұрыстап да? Да, подожди. Нету такого. Подожди, где ты меня извиняешься? Что-то... Блядь, я тебя не пойму. Ты о чем? Руслан, я знал, что ты будешь сердиться, но я хотел, чтобы мы встретились втроем. Втроем? Да, втроем. Как раз ты с ним встретишься и все обговоришь сам. Втроем не надо. Один на один. Осымен бітіре салшы, терлік Не, дальше бар, мына жер бар, прикинь. Ұнап тұрған ол. Гандон. Гандон ты, Жан, деген жер ұнап тұр ғой саған. Ты что, подумал, что я так все оставлю? После всего, что сделал для тебя? Ты что, мне изменяешь? Да ты че, Руслан? Сбрить Мы же меня друзья. Ладно, красавчик. Поясалась, что Сетап
Керемет өнерсің. Рахмет. Мен кино тарт, родной көрдім. Давай, этот, как его? Блиц опрос. Жасик для тебя, родной. Саған блиц опросым бар. Родной бургер. Не. Ұялып отырмын сол бургер жегенмін деп. Сендердің орындарында болсам почтетіп жіберетін. Әлі 9 ма бой? Бой 9 март қой. Мхм. 8 март завершение. Иә. Уақыт бар ғой әлі. Жоқ. Мен 25 күн қалғанда бастаймын диетаны. Жоқ, мен жеңіл сезініп жүрмін да қазір өзімді. Сол үшін ғой. Мына жерде жоқ сияқтымын десе. Мына диван бар ғой. Диван вообще напрягаться етіп тұрған кезде. Так, блиц опрос. Жасик. Кто сильнее? Кім мықты? Конор Макгрегор или казахский Макгрегор? Фанил Рафик. Фаниль мықты. Фаниль бір аунап тұрған ше. Красавчик. Так, кто быстрее? Казбек или Бағдат? Ойланоид, потому что Бағдат на жерде. Қоямын десе. Бағдат бар. Хорошо. Онда Бағдат болсын онда. Нет, Білмеймін енді. Бағдат енді ММАшник қой. Оның Бағдаттың күресі мықтырақ. Жоқ, кім тез? Тезірек Қазбек деп ойлаймын. Так, кто лучше танцует? Еркебұлан или Майкл Джексон. Жасұлан? Еркебұлан ғой. Мен вообще билей алмаймын. Мен не біле алмаймын. Қалай билей алмаймын? Сенің билеп жатқан нең бар ғой. Қайда? Мен Яқтыда ма, катерде ма? Кинодан көргенмін бір. Ол кезде. Шақтап алып. О, вальсті билей бересің. Жоқ, вальс емес. Неде? Ол кезде ішіп алғам ғой. Құдай Ішпеңдер. сақтасын. Ойнап айтамын. ішпейді. Ол кезде Андасын. неден кейін ғой? Ташкентте кейін музыка ойнап андай. Соның несімен кеттіңдер ғой. Ешкім көріп тұрған. Понял. Ешкім көрген жоқ ол кезде. Сол үшін Жоқ, ғой. ғой, бітті уже. Яқтадасың ғой, короче. Келесі сұрақ. Болды, бітті. Сен. А сіздің пікіріңіз Сұрақтар қандай? бар. Тағы бір сұрақ, в общем, жас саған бір сұрақ қой. Тасбақа жылдама ма, мере жылдама? Қиын сұрақ мына. Жоқ, тасбаған күрес жақсы. Мерей жылдам, бірақ. Просто Бағдат осында мен Бағдатпен жақсы араласам да. Қазбекпен таныспыз. Одан кейін Бағдат Қазбек жылдамды сияқты болып тұрады мен үшін. Жоқ, бұл жерде объективно қарау керек шығар деп ойлаймын. Қалай қарасаң да айта берсейші. Тасбақаға ма? Жоқ. Жоқ, жалпы Негізі Қазбектің тасбақа- не сияқты тез. Шыны керек. Бір бақамен бір тасбақа дейтін әңгіме бар ғой. Жігіттер енді. Мен сұрақ қояйын енді. Мен де бір ведущий сияқты бір өмірде бір нәрсе бағана есіме түсіп кетті да. Сөйлесіп отырған кезде бір каждыйымыз бір өмірден өткен есте қалатын бір күшті историядан айтып берсек. Историядан несін бар? История ма, бір жағдай спорттан болсын, өмірден болсын да бір қызықты. Қызықты. Мен бастайын бүгін. Не болып шыққам? Соқыршек болып шықтым мен операциядан. 7-ші банша жасады. Бірақ жеңгем жанында көмектесіп жүргем. Жеңгем ол кезде кассета сататынбыз андай. Алтын Орда базарында точкамыз болатын. Кассета? Кассета бар ғой, кәдімгі аудио кассета бар ғой, сонда сататынбыз. Мен ол кезде страшно диджей болғам ғой ана жерде. Қандай хит өлең шығады, соны айналдыра берем. Бірақ клиент көп келетін. Бәрі құрметтейтін, прямо айтады, осы баладан алайық, ши болсын ғой кезде. Мен автобусқа отырамыз, Алтын Ордадан Қалқаманға дейін келуім керек, Алтын бесікке дейін. Енді бүйтіп ашылатын есіктер бар ғой, былай екі шет жиналып. Иә. И соның жанында стойка болады да, түсіндің ба? Сонымен келе жатырмын бүйтіп остановка өтіп кетпейін деп қарағам, сол оказывается кеп қалғанымда есік ашылып қалады, короче. Есікке емес, стойкамен есіктің несіне басым қысылып қалады деген. Түсіндің ба? Ё-моё, зато ұялып кеткенім бар ғой. Жеңжем айқайлап жүрді, ой, ана басы қысылып қалып кетті. Автобустан түсем, үйге келгенше жеңжем күледі. Өмірімде ең болған ұят нәрсе осы ол, отвечаю. Мойным кәдімгідей қысылып қалды ғой. Өзіңше соқыршексің. Сен ұят нәрселерің бер жаға. Сол жер самый өзім үшін позорный нәрсе болды бар ғой. Еркебұлан ұят. Позор болмапты ғой сенде. Мен жаңа өзім өмірде болған историяны айтып бердім ғой.
ставка жайлы ұят нәрсе ғой действительно сендерді тыңдайық мынаны ауыз жаба алмады ғой дейтін шығар іздегендер мейірбектің несі үрейбектің историясы Ұят- қызық болатын сияқты. ұят- Ең қызығы ше. Бұл есіне сұрамай жатқан сияқты қай жоқ бұл жаңа ғана болды ғой жаңағы ойындары ұят болды ғой ойнатқан ойындар соны айтасыз бір ойындар дайындап алып келген ғой короче ерке баламен ойын ойнадық қой жаңа сол жер қызық. Я мен Негізі бүгін бірінші рет ведущий болып тұр ау деймін я жоқ мен өмірімде қызықты оқиға мен мектепте жақсы оқыдым неге мына республиканский нені өттім научный проекттен болды ғой бір нені нетесіз біздің мына Маңғыстауда нелер көп жерасты мешіттері көп соны зерттедім короче бір научный проект жасап сол кезде ең бірінші сол енді мен өмірімде спортпен айналыспаған адам сол біліммен жаңағы шетелге шығып келдім ғой Кипрге международный жарысқа сол жақта бірінші орын алып ентодан босатты сол кезде мені көк костюм киіп жүрдің ғой көк Жоқ. пиджак бізде ондай болған жоқ болған жоқ па ауылдікін бізде ондай өзі білесің дегенсің но ар жаққа барып мен честно қызық болды маған Кипрге барып сөйтіп айтса мен вообще ар жаққа барып көрген Кипр деген жаңағы Египет жақ қой өзі айға Жоқ, мен ол кезде 11-ші класспын Кипр кішкентаймын деген не ғой анау кішкентайым қаншадасың бестесің ол кезде 11-де 11-де жоқ 11-ші класс 11-ші класс Казан Кипрға барғаннан білініп тұр ғой уже. жоқ мен сол кезде сол ең бірінші естен кетпестей болды сол кезде енді честно барған иә алғаш рет шетел көріп туда сюда там вообще керемет болды ол жақта Мен алғаш рет Ташкентті көргенмін. Шетеліммен. Агихонды көрмедің ба стяжка киіп жүрміз Мен өзім бір менде қызық история көп болған бар ғой. Неге екенін білмеймін, мен жүрген приключением. Бірақ ең қатты есімде қалған бағана ойланып сол тоже есіме түсіп отырды. Бір күн вес қуып жүрмін Алматыда. Осыдан 2 жыл уақыт өтіп кетті уже. Вес қуып жүрмін. Асу деген бір баня бар ғой. Сол баняға барамыз. Асу деген бір поэт бар деп айтайын деп жатыр. Асу деген баня бар, соған барамыз. Мен бар тағы залда балалар. Выходной ма бірінші болды, вес қууға барамын. Уже 4-5 подход кіріп алдым парғаш. Уже соңғы подходтар кіріп атқам ғой. Ең үстіне отырдым, общий пар берді. Бір кезде жүрегім қиналып кетті да. Резко шығып кеттім құрысын деп, шығып кеттім да. Вес қуып жүргенде білесің, бассейнға түспейсің ғой. Бассейнға ше жоламағам. Салмақ түспей қалады. Именно сол кезде жүрегім қысылды да. Неден пардан шығамда автоматически бассейнға барам ғой. Бірақ түспеймін, просто бассейн қасына барып тұрып қалам. Астына қарасам бұрышта кішкентай бала жатыр ғой. Шошып кетем. Тұрып қалам, ешкім жоқ, бәрі общий парда ғой. Залда да, бассейн астында ешкім адам жоқ та. Қарап тұрмын неге. Бала қимылдамай мен ойлап отырмын, ойнап жатыр ма депші. Бір қимылдамай жатыр да. Резко түстін алып шықсам, көп бенбек қонам олаш. Қарны бай ісіп кеткен. Тұрамда көмекке шақырамын ғой, тілім байланып қалады, сөйлемей қалам. Аламда арқасынан бокам жатқызам да, кішкентай бір 5 жасар, 6 жасар бола, арқасынан ұстаймын да, ішінен баса берем, отжимание болыпша, тоқтамай. Сөйтем бір кезде, ай деп айқайлаймын. Адам жоқ өйткені. Сөйтіп біреу жүгіріп келеді. Ана аузына үрле деп айта алмай жатырмын ғой. Аузын көрсетем де дальше үрлеймін. Анау аузына үрлейді. Мына жақта екеуміз екі жақтан бір 3-4 минут тоқтамай жасап алып тірілтіп аламыз ғой баланы. Машалла. Сөйтіп сол қатты есімде қалып кетті да. Әкесі болса енді дұрыс емес шығар, енді әкесі үстінде барда отқан да. Ішіп жатыр ма? Вот не зря батыр деп айтамыз сіздерді. Себепші болып тұр ғой. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді ғой, мысалы. Онда жағдай өзің шықпасам да, ары қарай не істерін білмеймін, мен уже автоматик жұмыс істемей қалады да. Мен оны ойладым да, не деп. Былай қарағанда Аллах, баланың уақытысы келген жоқ та. Менде қанша подход кіріп жатырмын, до конца шыдап 10 минут кірем, 10 минут до конца шыдап отырмын да. Именно сол кезде еще бассейнға вообще бармайтын да. Шығатым да, барып лежаққа қалып жататым сразу ше. И именно сол кезде шықтым да, бассейнға барам да. Себепші болып тұрсың, айтып тұрмын ғой, Аллах себепке болып тұр да. Жекпе-жек қараймыз ба? Жекпе-жекке тоқталайық. Бірінші жасиктікін қарайық. Мигранды ойын деп жатсыңдар ма? Актуальды соңғы.
Мигран. Мигран ғой соңғы. Соңғысын ғой, соңғы бойларды қойып жатсың ба? Менікінде соңғысын қойсал, кезіктір. Сен соңғысын ұттың ба? Кіммен төгесің? Көшеде төбелестім біз. Угловой болды. Намат қарамайды ол өтірік неғып отыр ғой. Намат па? Ой, қаяқтың намат құрсын. Шаншар көрейік та? Ішпей жемей мас болады соң. Жо төбелескен жоқ па бұлда намат? Намат ол жазда болып кетті ғой. Коне осы бойда қарайық. Сен көрдің бе өзің? Кейін? Бір рет көрдім. Мен қарамадым, кейін өзім ойым. Алып қойған кезде нервім ауырып. Мен өзім вообще қарамайын деп қойды. Оның нервін жетіп отқан кезде бургер жеу керек қой. Нервін жетіпші. Ұстап қалатын күш жоқ қой. Сол ғой. Контроль жоқ. Қиын болып тұр, физика жетпейді. Қашық қолдың бәрін байлап отыр. Мен тұрып кетіп отыр қайда. Мен таңғаламын да осы. Угловой тыңдадың ба сол кезде? Естіп оттың ба? Естіп отырмын, күшім жоқ, жетпейді. Мына жерде мысалшы, есеп тұрмын деймін да, аяғыма байлап алып. Қолым қосында шетке посадка жасап тастады негізі да. Точно тимеді. Сол мен мына ударлар дұрыс емес жақтан ұрып негізі. Ракурс дұрыс емес сонда. Мен бұндай разворот деген ударлар ұрмайтын, немен қолмен именно бэкфисттар ұрмайтын да. Именно осы бойда маған лапада көп бэкфист статты да. Не үшін? Сол автоматым бэкфист шығып кетіп атты да. Мына жерде бір жыл бұрын Еркебұланды бір көріп жіберейік мына жерден. Бір вақытың болды ғой сенің. Автомат ұстап шыққан. Не Сол кезде ұтылып қалмады уже. Убийца ететін күн бар дейді. Анау. Бірақ ол спорт қой бұл. Иранның вольнигін алып қойған ғой. Енді спорт болса неше түрлі жағдай болады. Нормально. Бірақ вақыт әдемі болды бар ғой. Вақыт. Вақыт. Мынаны шешсем болады ғой. Сол кезде біреу айтса болады ғой. Вообще ұрмаймын ғой мен ондай. Шындаққа жатып алған кездің ба? Шынтақты көрсетіп жүрсің ғой, сен қорқып. Мына жерде мұрт жетпей тұр енді родной саған. Каз келем деп кеткем мына жерде. Бірақ енді бүкіл октагонның Еркебұлан шықса, Еркебұлан целый не жинайды ғой, сөздің шыны керек. Балуан шолақ толтырады. Мынау да сенен көріп алып, оны бак кино олайын деп тұр ғой. Пілдері жоқ қой жасында. Кафасын жеп жүр байқыз. Сенікі емес па? Жоқ. Менің кигіз қойған ба, екеу қып. Онда болған чемпионат мирда. Бэкфист дайындап тұр. Бірінші чемпионат мирім ғой жасик. Дагестан бір спортшы жүгіріп кеп, анау шығайын деп отыр екен да, короче, срочно, брат, можно твой капа дейін. Сөйтіп біреудің капасын киіп алып шықты, анау прикинь. Ё-мае. Валлахи болған нәрсе ғой, бір шошыдым анан көрдім. Сен айтасың, мен де сүйтем. Қойшы ранды. Ташкентте чемпионат мира болып отыр. Капамды гостиницада ұмытып кеткен ғой. Мен уже 2 минуттан кейін шығайын деп тұрмын. Капам барып сумкама қарасам, жоқ қой. Ё-ма. Сөйтіп біреудің капасын киіп шыққансың. Базар жоқ. Мәдейсің ғой қайтады. Мына жерде план жоқ та сенде, короче. Құлату ғой сөйтіп. Екеуінде де план жоқ сияқты қарашы. Мына жерде уже кетті ғой, короче. Мына жерде уже. Тазаға түстің примерно. Мына жерде көзім шығып жатыр. Судьяға айтып жатырмын ғой, көзім шығып жатыр деп. И сол кезде тіземен Өренбек аға естімейді дейсің ғой. Прикинь. Мына жерде болмайды ғой негізі. Мен осы кезде болды шықпаймын дей салым да болушы еді. Болатын еді. Болды деп. Бірақ ондай жоқ қой, короче. Көзім шыққан ғой, қарса, бля. Қалай айтатын еді? Проигравший сирота, победивший не деп. Ертең оқып келесің, айтасың. Танадан отырғандардан сұрасайшы ондай. Қалай болатынын. Не сол, не план? Мен нормально тамақ жеген көдір. Бүгін жаңа қыр-сырынан танып өттік деп ойлаймыз. Екі спортсменді, спортшыларды, екі жауынгерді. Алла разы болсын уақыт кеп бөліп кеп отқандарыңа. Бірінші бастамамыз ғой. Алдағы уақытта тағы да бір жақсы спортшылар шақыратын боламыз. Сол себеп жігіттер, Алла разы болсын. Тағы да мен әрбір программаның соңында әдетке айналдырайық жастарға үндеу. Бір ауыз сөзбен артымыздан еріп келе жатқан жастарға.
үндеу болса сіздерден болды. Керемет болушы еді. Ерекеңнен басайық. Жаңа айттым ғой енді. Жұмыс істесеңдер жігіттер. Жұмыс ашейін жүрген адамға Құдай бермейді, просто аспаннан ешкім салбырап түскен жоқ. Жүрген адам бәрі какой-то артында еңбегі бар. Сондықтан еңбектеніп жұмыс істеу керек. Сол айтатын. Қазір заманның дерттерінің бірі болып тұрған сияқты сол. Именно ер балалар бізде қазір көбісі жұмыс істемейді. Как попало жүр. Соларға айтарым, мен жұмыс істеп жағдайларын дұрыстасаңдаршы. Ұят ата. Ұят ата. Хит болады ертең иншалла. Дәсік. Мен не деймін, мен спорт жағынан ғана үндеу айта алатын шығармын деп ойлаймын, өйткені өмірде әлі бүйтіп көп нәрсе айта алмаймын. Өзіміздің өткен жерімізден, білетін жерімізден айтайын. Ең бастысы жастарға да спортпен айналысыңдар. Ең бастысы чемпион болмасаңдар да, ең бастысы спортпен айналысқан арқасында өздерінің орталарында силы боласыңдар. Ең бірінші денсаулықтарың дұрыс болады. Кез келген уақытта әке-шешеңді, жақындарыңды қорғай алатын боласыңдар. Сол себепті спортпен айналысып жақсы адам болуға тырысу керек. Ешкімге жамандығын тигізбесең де, ешкімге жақсылығын тигізбесең де, ешкімге жамандығын тимесін де бұл өмірде. Так что спортпен айналысып, дұрыс өмір салтын түзеп, жүректеріңді иманға толтырып, осы еліміздің жақсы азаматтары болуға тырысыңдар жігіттер. Біздің болашағымыз жастардың қолында ғой. Біз уже кішкене ересек болып қалдық. Құдай қаласа біздің артымыздан еріп келе жатқан жігіттер біздің болашағымыз жасайды деген ойдамын. Ең бастысы оқыңдар, біліңдер, ақылды болу керек. Мен түсінгенім, бұл өмірде ақылды болмасаң, тупой спортсмен болған ешкімге керек емес. Уақытша нәрсе ғой бәрі. Бүгін спортта барсың, ертең жоқсың. Артымыздан ұлы бір сөз бар ғой. Ғалымның хат өлгенше дей ма, бір сөз бар, келтіреді солай. Сырымға звондау керек. Сырымға срочно звондау керек, айту керек. Сырым өлтіреді. Бұйырса, сырымды алда уақыттарда қонақта көретін боласыздар. Сол қазақ елі құрметті әрқашанда қолдаңыздар. Өз спортшыларымызды қолдайтында, бар қылатында, жоқ қылатында тек қана халық. Сол үшін жігіттерге үлкен рахмет. Спорттық өмірде әрқашан сендерге табыс тілейміз. Ең бастысы дендеріңіз сау. Алла тағалам баршамызға иншаллах береке берсін. Ең бастысы еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Келесі кездескенше рахмет. Классное шоу. Өте күшті. Ұнап жатыр бәрі. Понравилось то, что все мы сидели, общались, как и всегда, как и без камер сидели, по душам пообщались. Бургер любой спортсменге ұнайды деп ойлаймын. Қарны тоқ. Білмеймін. Бесило то, что вот это видео с боя. И все, больше ничего не бесило. Мерейбек Безласинов, потому что аяқтарын жүндері бар ғой адамды жергендіріп. Если Жуман останется, обязательно. Шақырған жерден қалмаймыз, шақырмаған жерге бармаймыз.